Қалайсыңдар, достар? Қазақтың тойы бітпесін, қорықпаңдар. Істей беріңдер, шықсын. Қалаға істесең, қалаға істе. Далаға істесең, далаға, палатка болса, палатка. Ресторан болса, ресторан. Сендердің ақшаларың ғой, менікі емес. Біздің кезіміздегі тойда айтам. Бөлек-бөлек істейді ғой. Баяғының тәртіптері мықты негізі. Әбетте үлкендерді шақырып батасын алам дейді. Бетіңді ашады ме, ысығына бықсып ананың астында тұрасың ғой енді. Құрсыншы. Одан өтіп кетесің. Үлкендер мәз болып, әңгіме айтып, боқата-шоқата ортада жүгіріп, күшті болады. Енді парктың бықсып тұр ғой, енді келіндерге қиын енді. Кешкісін тағы дайындаласың, бөтен вечер 8-дерде вечер басталады деп. Жастардың вечері. Одағын айтшы. Обручальник атшы саламыз ғой қазіргіде. Неге? Неке жүзігін саламызға келеді да. Жеңгелер салады да. Білмеймін неге екен. Тәрелканы сындырады ғой, бітшіт қылып. Жастар уақытты болсын деп қойым. Біздің салттарымыз өзгеше еді ғой. Отырамыз, төрге отырамыз сосын. Ең төрге бізді отырғызады, мақтамен жазып қойған андай жерде. Еще торт айтшы, жеңгелер торт істейді қойылдан. Аты жөнің жазып қояды. Аққу салып қояды торттың өзіне. Тек қана жоғарыда болады. Қазір не? 2 этаж, 3 этаж торт әкеледі ғой мынандай. Ойбай, 250 мың, 350 мыңға мынандай нән торт әкеледі. О, нән тортты кім жейді? Ойбай. Еще о тортты қандай кусогын жейді, кусогын. Бақыттысыңдар ғой. Біздер ана торт жемейміз ғой, сол жеңгелер алып кетеді шығар дальше. Әйтеу тұрады көзіміздің алдында. Кім сол тойда торт жеп отырсын бүйтіп? Өлтіресіңдер сендер негізі.